Сіздерге негізгі мақсат сол кепіл затты турлайтын болсаңыздар, агрокредит корпорациясының ауыл шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, кез келген егер черный спискте сондай болып қалмасаңыз, сонда кез келген проектісіне қатыса берсеңіздер болады. Яғни агробизнеспен болсын, басты ключевой нәрсе кепіл заттан қиналады. Көп адам гарантияға қоятын ештеңесі жоқ, сол үшін де уже автоматически қатыса алмайтын болып қаласыз. Негізгі бағыттары осы кең дала агробизнес бойынша. Агробизнес бойынша 144 айға дейін, яғни 12 жылға дейін уақытқа кредит бере алады. Негізгі қарасаңыздар, теплица артындағы фонда тұр. Дәл сондай үлкен теплицалар соғуға да ақша алуға болады. Мөлшерлемелері 6%-дан бастап. Бізде көп жағдайда осы 5 миллион, 6 миллион алуды ойлаймыз ғой. Ал ол сумалар бұл жақта қатты бейтіп неде емес деп айтуға да болады, үлкен емес ше. Бұлар кәдімгі 10 жыл, 12 жыл уақытқа берген кезде прям миллиардтап ақша бере алады. 8 мың МРП-ға дейін ақша беретін кездері болады. Бірақ оны үлкен тексеріс арқылы береді. Егер ондай 8 мың МРП миллиардтап кредит алатын болсаңыз, сізге бұндай сабақтар керек емес деп те ойлаймын. Құжаттардың барлығы негізі сіз агрокредит корпорациясы арқылы кредит алғыңыз келсе, нақты құжаттарды сол жердегі өзінің менеджерлерінен сұрап алғаныңыз дұрыс болады. Мына жерден қараған кезде мен сіздерге түсіндіріп болмаймын. Сіздер өздеріңіз қарап та дұрыс түсіне алмайсыздар. Қарасаңыз, мына жерде түсініксіз шатастырылып жүрген көп нәрсесін, мысалы қай жерін тоқтап айтқым келген еді жаңа. Қарасаңыздар, миларыңыз ашып кетеді, нақты айтқым келген сол. Ал кәдімгі менеджерге барған кезде сіздерге нақты керек құжаттарды ғана айтып береді. Агрокредит корпорациясында көп жағдайда ақшалары таусылып қалуы мүмкін, бюджеті тез игеріліп кетеді. Сондықтан егер осы жақтан өзіңіздің іске ақша алғыңыз келетін болса, онда келесі жылдың басында бірден іске кірісу керек. Мысалы, қаңтардың басы дейтін болсақ, қаңтардың басы демалыстар бітті ма, бірден барып осындай мен несие алғым келеді деп корпорацияның филиалдарына жүгіну керек. Болмаса колл-центріне хабарласып нақты қайда баратын ақпараттарды біліп алу керек. Себебі әрбір жылдың басында бюджеттер ол наурызға дейін беріледі. Наурыздың басында тіпті беріп қояды. Көбінесе агрокредит корпорацияларында февральдың басында, ақпанның басында басталып жатады. Сондықтан дайын болыңыздар. Жылдың басында бірден барып, жұртпен таласып, бюджетті игеріп, ақшаны алып қалуға өздеріңізге қажетті. Басты сіздерге керек дайын болатын нәрсе, жаңағы мына тұрған қосымша құжаттың барлығын дайындау қиын емес. Барлығы ЕГОВта бар, болмаса басқа жерде дайын тұрған құжаттар. Сізге ең керегі кепіл затыңызды дайындау керек. Кепіл зат үй ма, бір нәрсе, ол үйіңіз бар, бірақ құжаты дайын болмаса, оның дұрыс болмаса, мен өзімде нақты сондай мысал бар. Сондай қорамыз бар, соны залогқа қойғымыз келген, бірақ жаңағыдай документтері дұрыс болмай қалды. Дәл сондай документтердің бәрінен дұрыс емес бір минустар шығып қалмас үшін соны дайындап отырсаңыз, кепіл затыңызда болды. Басқа құжаттарын моментально дайындап қоясыз. Қатты қиын емес ол жақта.